Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Мен Асқарбек Арман Шалабайұлы. Дәрісіміздің тақырыбы әлеуметтік желілер маркетингінде және AI-ды қолдану. Бұл тақырып алдыңғы дәрістерде қарастырылған контент генерациясы мен визуалды маркетинг мәселелерінің жалғасы. Бүгін біз генеративті жасанды интеллектіні әлеуметтік желілерде қалай жүйелі қолдануға болатынын, контентті жоспарлау, бейімдеу және де аудиториямен жұмыс үдерістерінің қалай жеделдететінін қарастырамыз. Дәріс соңында Gen AI-ды SMM жұмысының қай кезеңінде қолдануға болатынын және қай жерде адамның бақылауында міндетті екенін ажырата аласыздар. Дәрісте үш негізгі мәселе қамтылады. Біріншіден, әлеуметтік желілерде маркетингінің ерекшеліктерін және осы ортада Gen AI-дың неге маңызды құралға айналғанын талдаймыз. Екіншіден, AI көмегімен контент стратегия мен контент жоспар құрудың кезеңдерін қарастырамыз. Үшіншіден, бір мазмұнда әр платформаға бейімдеу және қауымдастықпен жұмысты автоматтандыруға жолдарын түсіндіреміз. Осы үш мәселе SMM жұмысының идеядан бастап жариялау мен кері байланысқа дейінгі толық ортаны қамтиды. Яғни біз тек мәтін генерациясы емес, бүкіл маркетингтік үдерісті қарастырамыз. Алдымен негізгі ұғымдарды нақтылап алайық. Бұл SMM әлеуметтік желілер арқылы брендті ілгерілету, аудиториямен байланыс орнату және де сатылымға жетелеу бағыты. Қатысым немесе engagement аудиторияның контентпен қаншалықты белсенді әрекеттесетінін көрсетеді. Яғни лайк, пікір, бөлісу немесе сатап қою деген секілді. Контент бағандары. Бренд тұрақты түрде жариялайтын негізгі тақырыптық бағыттар, ал хэштег стратегия бұл контенттің табылуын арттыру үшін хэштегтерді жүйелі іріктеуді білдіреді. Community management бұл пікірлерге, сұрақтарға немесе жеке хабарламаларға жауап беру арқылы бренд қауымдастығын басқару. Бұл ұғымдар өзара байланысты. Дұрыс контент бағандары тұрақты мазмұн береді, ал қатысым мен кері байланыс оның аудитория үшін қаншалықты өзекті екенін көрсетеді. Енді SMM-нің басты ерекшелігіне назар аударайық. Әлеуметтік желілерге контент үздіксіз әрі жылдам шығуы тиіс. Бренд аптасына бірнеше емес, кейде ондаған жарияланым дайындайды және жаңа трендтерді бірнеше сағат ішінде жауап беруі қажет. Осында жоғары қарқын идея іздеу, мәтін жазу, визуал дайындау және пікірлерге жауап беру секілді көптеген операциялық міндеттерді туындатады. Gen AI тақырыптарды ұсыну, мәтіннің бірнеше нұсқасын жасау, сценарий әзірлеу немесе жауап үлгілерін дайындау арқылы осы жұмыстарды жеделдетеді. Бірақ ол маркетологты толық алмастырмайды. AI жылдамдық пен көп нұсқа береді, ал мазмұнның мақсаты брендтің дауысы, соңғы шешім ол маркетологқа тиесілі. Бұл слайдта көріп тұрғандарыңыздай инфографикаға назар аударыңыздар. SMM-дегі Gen AI-ды қолдану 4 бағыттан тұрады. Бірінші бағыт бұл контент стратегиясы, контент бағандарының жоспарды және де жариялану күнтізбесін әзірлеу. Екінші бағыт бұл контент өндірісі, пост мәтіндерін, reels сценарийлерін, суреттер мен видео идеяларын дайындау. Үшінші бағыт бұл контентті Instagram, TikTok, LinkedIn және де Telegram сияқты платформаларға бейімдеу. Төртінші бағыт бұл аудиторияның жұмыс пікірлерге, дайрект хабарламаларға және де жиі қойылатын сұрақтарға жауап үлгілерін құру. Инфографиканы төменгі бөлігінде негізгі нәтижелерде көрсетілген. Ол уақытты үнемдеу, өнімділікті арттыру, шығармашылықты қолдау және де деректерге негізделген шешімді қабылдау. Демек, Gen AI SMM-нің жеке бір кезең емес, бұл тұтастай бүкіл жұмыс циклін қолдайды. Контент стратегиясы AI көмегімен құру 4 кезең арқылы жүргізіледі. Бірінші кезең брендтің контекстін береміз. Ол жерде өнім, мақсатты аудитория беріледі, маркетингтік мақсаттар, брендтің дауысы. Брендтің дауысы айтып өткеніміздей ол аудиторияның ресми, достық және де сараптамалық стильде сөйлесу тәсілі. Екінші кезеңінде бұл AI 3-тен 5-ке дейін тұрақты контент бағандарын ұсынады. Үшінші кезеңде осы бағыттарды негізгі тақырыптар, форматтар, мерзім мен хэштегтер көрсетілген контент жоспар жасалынады осының аясында. Төртінші кезең бұл адамның тексеруі. Маркетолог жоспарды маусымдық оқиғаларға, жергілікті контекстке және де нақты бизнес мақсатына бейімдейді. Қарапайым тілмен айтқанда, AI бастапқы құрылымды жылдам жасайды, ал маман оны қолдауға
жарамды стратегияға айналдырады. Ал енді практикалық мысалында қарастырсақ, экосөмке бренді үшін 4 контент бағаны ұсынылған: экологиялық білім, бағытты экологиялық сөмке маңызы түсіндіріледі, өнім бағыты жаңа коллекцияларды таныстырады, қауымдастық бағыты сатып алушылардың тарихын көрсетеді, ал тренд ол бағыты челлендждер мен мем контенттерді қамтиды. Осы құрылым негізінде апталық жоспар жасалынады. Дүйсенбіде білім беру посты, сәрсенбіде өнім таныстырылады, жұма қолданушылары жасалынған user generated content, UGC контенті, жексенбіде трендтік рилстар жарияланады. Мұндай кезектілік аудиторияның тек сатып алуға шақырмайды, алдымен пайдалы ақпарат беріп, кейін өнімнің таныстырылады. Әлеуметтік дәлел көрсетеді, соңына тренд арқылы қызығушылықтарды сақтауға мүмкіндік береді. Бұл слайдта ChatGPT интерфейсінде жасалынған бір апталық контент жоспар көрсетілген. Бастапқы нұсқауда брендтің саласы, мақсатты аудитория, контент бағыттары және де жоспар мерзімі нақты берілген. Нәтижесінде AI әр күнге контент бағанын, форматын, тақырбатты және де әрекетке шақыруды, ол жердегі CTA ұсынады. Мысалы, аудиторияға пікір жазу, каталогты қарау, өз тәжірибесімен бөлісу немесе видеоны сақтап алу ұсынылады. Сонымен қатар хэштегтер мен жариялау кестесі де берілген. Бұл жерде маңызды мәселе, сұраныс неғұрлым нақты болса, нәтиже соғұрлым қолдануға ыңғайлы болады. Дегенмен дайын кестені бірден жарияламаймыз. Маркетолог тақырбаттарды қайталану, бренд стилі, орындылық және аудиторияның қажеттілігі бойынша тексеруі керек. Енді контентті платформаларға бейімдеуді қарастырсақ, бір мәтінді барлық әлеуметтік желіге өзгеріссіз жариялау тиімсіз. Себебі әр платформаның аудиториясы, оның форматы, оның коммуникациялық тілі әртүрлі. Instagram үшін визуал, қысқа эмоциялық мәтін, 3-5 хэштег және де нақты call to action маңызды. TikTok'та 15-30 секундтық сценарий, тренд немесе алғашқы 3 секундтық назар аударуы хук тәсілі. LinkedIn кәсіби аудиторияға арналғандықтан сараптамалық стилі, нақты деректер мен қорытындылар басым болуы керек. Телеграмда ұзағырақ мәтін, жеке үн немесе эксклюзивті ұсыныс тиімді болып табылады. Сондықтан AI-ға платформаның атауына ғана емес, мақсатты аудиторияны, форматты, мәтін ұзындығын және қажетті тонды да көрсетуі қажет. Құралды емес, нақты коммуникациялық міндетті негізге алып таңдауымыз шарт. Бұл слайдта бір хабарламаның 3 түрлі нұсқасы берілген, яғни біріншісі Instagram нұсқасында өнімнің көрнекі бейнесі көрсетілген, қысқа мәтін, эмоция, хэштегтер және де әрекетке шақыру бар. Ал LinkedIn нұсқасында тұрақты тұтыну тақырыбын сараптамалық тұрғыдан түсіндіріледі және кәсіби аудиторияға бағытталған. Telegram нұсқасында қауымдастықпен тікелей байланыс орнатылып, жеңілдік пен нақты ұсыныс толық жеткізілген. Үш платформада бір экосөмке көрсетілгенімен аудиторияға берілген құндылық әртүрлі сипатталған. Негізі хабарлама бұл бір болғанымен, оның формасы, оның көлемі, оның тоны өзгеріп отырған. Осы мысалдан қандай қорытынды жасауға болады? Бұл тиімді бейімдеу, мәтінді жай қысқарту емес, ол аудиторияның күтуіне сай қайта құру деп жауап берсек болады. Қауымдастықпен жұмыста AI пікірлер мен хабарламаларды жауап үлгілерін дайындай алады. Frequently asked questions, жиі қойылатын сұрақтар базасынан құрады және де теріс пікірлерді әдепті жауап нұсқаларын ұсынады. Бұл уақытта үнемдейді, жауап беру жылдамдығын арттырады және де жиі қайталанатын сұрақтарды жүйелеуге көмектеседі. Алайда human in the loop, яғни адамның бақылауында болуы қағидасы міндетті. Әсіресе шағын, дағдарыс немесе беделге әсер ететін жағдайларды автоматты жауапты бірден жариялауға болмайды. Маркетолог жауапқа фактілерді, мазмұнды, тонды және ықтимал салдарды тексеру қажет. Өйткені орынсыз немесе тым стандартты жауап мәселені ушықтыруы мүмкін. Бренд атынан шыққан әрбір сөз үшін жауапкершілік AI-ға емес, ол ұйым мен маманға жүктеледі. Сонымен қорытындылай кетсек, біріншіден бұл SMM контенттің үздіксіздігі мен жылдамдығын талап етеді. Сондықтан GenAI бұл салада ерекше тиімді. Екіншіден дұрыс жұмыс алгоритмі брендтің контекстін беруден
контент бағдарын анықтаудан және де контент жоспарын құрудан басталады. Ал үшіншіден, бір мазмұн әр платформаның аудиториясы мен форматына сай бейімделуі керек. Ал төртіншіден, қауымдастықпен жұмысты автоматтандыруға болады, бірақ соңғы тексеру адамда қалады. Практикада еске сақтайтын алгоритм ол: бірінші, контентті беріңіз, AI нұсқасын алыңыз, платформаға бейімдеңіз, адам тексеруінен өткізіңіз, содан кейін ғана жариялаңыз. Демек, негізгі шешім құралдардың өзі емес, оны дұрыс қолдануға байланысты. AI жылдамдық пен ауқым береді, ал стратегия бренд дауысы және де бедел үшін жауапкершілік SMM мамандығында қала береді. Сонымен назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.